барлық судың стакан астына жиналғанын көріп тұрмыз. Яғни бұл да атмосфералық қысымның әсерінен. Саламатсыздар ма? Бүгін біз атмосфералық қысымның сұйықтыққа әсерін көрсетеміз. Ол үшін бізге қағаз, картон қағаз немесе қағаз және су бар стақан қажет. Ал енді суды орталап құйдық стақанға, енді қағазды стақан бетіне қойып, басып тұрып, стақанды көтеріп аударамыз және ақырын жібереміз. Міне бұл атмосфералық қысымның сұйықтыққа әсері. Яғни қағаз түспейді және су төгілмейді. Яғни судың салмағы төмен қарай неткенімен сыртқы атмосфералық қысым қағазға әсер етіп суды стақаннан ұстап тұрады.